Ал керек болса, Қытай әлемді күнде таңғалдырудан жалықпайды. Kawasaki компаниясы жақында Expo 2025 көрмесінде ерекше жоба Carleo атты робот жылғыны таныстырды. Бұл кибер аттың басты артықшылығы оның жүрегі сутекті қозғалтқыш, ал миы жасанды интеллект. Сутекті қозғалтқыш қоршаған ортаға зиянсыз болып келеді, себебі ол ауаға тек су буын шығарады. Ал жасанды интеллект жүйесі аттың тепе-теңдігін сақтап, оны мінген адамға қауіпсіз әрі жайлы сезіну үшін үнемі жағдайды бақылайды және қажетті түзетулер енгізеді. Carleoның тағы да бір ерекшелігі, ол тек көрме үлгісі ғана емес, болашақтағы көлік немесе ойын-сауық түрінің бір бөлшегі болуы мүмкін. Алдағы 5 жылда осындай технологиялық жетістіктердің нәтижесінде жұмыстың кейбір түрлері автоматтандырылып, көлік қатынасында және өнеркәсіп саласында үлкен өзгерістер орын алуы мүмкін. Carleo сияқты жобалар тек қана ерекше технология емес, сонымен қатар адамзаттың инновациялар арқылы жаңа мүмкіндіктер табатын, қоршаған орта мен қауіпсіздікті қатар ойлайтын шешімдерге ұмтылатынын көрсетеді. Бұл технология туралы сіз не ойлайсыз? Ойыңызды комментарийге жазып кетіңіз.